Бұл тіске басар өте тез дайын болады, әрі тойымды. Балаларға да өте қатты ұнайды. Ол үшін бізге 200 мл айран керек болады. Бір кішкене қасықпен жарты қасық соды, екеуін жақсылап отырып араластырамыз. Айран мен соданы жақсылап араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін сырымызды түгеркіден өткізіп аламыз. Мендегі сулугуни сыры дайын болған айранымызға жұмыртқа, бір жұмыртқа салдым, кішірек болса 2 жұмыртқа салып жүрсеңіздер болады. Тозымызды, петрушка, сыр, петрушка болмаса укроп салсаңыздар да бола береді. Жақсылап отырып араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнымыз қоймалжың бола бастаған кезде қолымызбен қамырымызды илейміз. Қамырымызды осылай жайып аламыз да бөліктерге бөлеміз. Майымызды табаға құйып, алдын ала қыздырып аламыз. Қатты қызған кезде кесіп дайындап алған қамырымызды осылай біртіндеп салып шығамыз. Бұл өте тез піседі, тез қызарады. Сондықтан қарап тұрып, екінші бетіне ауыстырамыз. Міне тіске басарымыз дайын болды. Өте тойымды, әрі тез дайын болатын, құрамы өте жеңіл тіске басар. Әсіресе бестің кезінде тез дайындап жүрсеңіз өте жақсы. Балаларға да өте жақсы ұнайды. Каналыма тіркеле кетіңіздер, ұнап жатса комментарий күтемін. Әр кездегі жаңа видеоларымды көріп отыру үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздерге рахмет, ас болсын, қайталап жасап көріңіздер.